Армысыздар көрермен, эфирде Дара тұлға бағдарламасы. Бүгінгі біздің кезекті қонағымыз халықаралық конкурсының лауреаты Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының эстрадалық вокал факультетінің аға оқытушысы, әнші Меруерт Мүсірәлі. Меруерт, эфирге қош келдің. Мен енді өзіңді еркелеп Мика деп айта берейінші. Адамдарды еркелеп атағанды жақсы көремін да. Енді кішкентай кездегі Меруерт қандай болды? Мен бұл сұрақты қойып отырған себебім, жалпы осы өнерге келуіңе қандай бір себеп болды? Бала кездегі Меруерт өнерге қаншалықты жақын болды? Әншілікке жақын болды? Енді әкем мен анамның айтуы бойынша кішкентай кезімде кез келген ыдыс аяқты көрген кезде соған мен суырып салма дейді ғой. Солай дереу сол сәтте өлең шығарып, енді қасық, кастрөл, вилка деген сияқты сөйтіп ыңылдап ән айтып жүретінмін деп айтты әкем де, анам да. Анам айтты, енді қасымда көбірек болған анам ғой. Әкеміз жұмыста, түзде дегендей. Содан кейін мектепте бізде кезде кішкентаймын, 6 жастан ба мектепте, бізде қасымызда мектеп болатын, сол жақта нотасыз домбыра сабақ өтетін. Мен соны көріп, қызығып, сонымен үйде бізде төрде әкем ағама деп алған бір домбыра болатын. Соны барып әкеме айттым, енді папа, мен осыны алып жаңағы домбыра үйірмесіне барайын деп, кішкентайым ғой. Ай, жарайды, бар деп, сонымен бардым, үйрендім кішкене. Сонымен енді әкем де анам да өнерге жақын екенімді байқап, ары қарай тереңдетуге жаңа Қордайдың өзінде музыкалық мектеп бар, Мұқан Төлебаев атындағы, сол жаққа домбыра классына берді. Солай мен 5 жылдың орнына 4 жылда оқып бітірдім. Ускоренный дейді ғой. 5-ке оқыдым. Ұстазымыз қатал болды. Қатал болғандығы енді масқара болды. Енді есімде Қалибек ағай, егер көріп тұрсаңыз сәлеметсіз бе? Сол сөйтіп өнерге келдік. Одан кейін мектептің қабырғасында бізде гимназияда оқыдым. Сол кезде вокалдан беретін бір ән сабағы дейді ғой қазір. Сол кезде бір кісі сол мені байқап, давай ән айтайық деп, сонымен Алсудың әндер, бұрынғы Ресей эстрадасынан сондай 1-2 әндер айтқам. Бұрынғы әндер қазақша Бейбіт Сейдуалиева әпкеміздің әндерін, халық әндерін сөйтіп орындап, өнер жолына деген бір нем ашылды. Желание дейді ғой, кәдімгідей қалауым ашылып. Сонымен, бірақ та мен шыны керек ешқашан өнер жолын кәдімгідей мамандық ретінде, енді осы өмірде ұстанатын мамандық деп алатындай, солай болады деп ойлаған жоқпын. Оған себепкер, енді мен гимназияда оққан кезде, мен негізі 11 класты бітіретін кезде филологияға баруым керек болған. Бізде қасымызда Қырғызстан, мен Қордайдың тумасымын, Қырғызстан қасымызда, Бішкекте әкем Киргизско-американский университет бар сол жақта. Мен сол жақта шығыс филологиясына персидский, араб тілі, одан кейін Қытай тілі. Енді ағылшын тілдері ол өзімен өзі жүре беретін дүние. Сол осы 3 тілді меңгеру үшін сол жаққа түсуім керек болған негізі. Өйткені мен ағылшын тілін жетік білдім. Тіл меңгеру маған тез болды. Өйткені гимназияда оққанда бізге мистер Джонсон деген американец, соны Америкадан келіп сабақ беретін мектеп кезінде. Содан менің ағылшын тілім, жаңағы тілі жақсы дамып, енді ары қарай филология жағына, тіл жағына барам деп ойладым. Бірақ тағдырдың енді жазғаны солай. Ардақ Бәлтаев деген ағам бар, ағайын ағамыз бар.
сол кісі сол 11 класс бітіріп жатқанда тура енді тапсырып жүргенде сұрады, қайда барайын деп жатсың? Не енді арманың қандай деп. Мен айттым, мен осы тіл маманы болатын шығармын. Тіл білген күшті ғой, ел аралап, жер аралап деген сияқты. Оның үстіне мен ағылшын тілін білем деп сөйтіп айтып едім. Меруерт, қатырасың. Сенің сондай талантың бар, даусың бар. Сен өстіп Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрадалық цирк колледжіне, бұрынғы эстрадный студия дейді ғой. Сол жаққа оқуға түспейсің ба? Мен сол жақта домбырада оқимын. Ал сен вокал жағына түс, сенде мүмкіншілік бар деп, сөйтіп мен ойымды өзгертті де, сонымен ойландым да Алматыға баруға шешім қабылдап, әкем әрине кішкене шокта болды, қарсы болды. Айтты, егер де грантқа түссең, оқисың, грантқа түспесең, ренжіме, принципиально оқуың ақшасын төлемеймін, Бішкекке барып түсесің деді. Сол көздеген оқуға. Жарайды деді. Сонымен енді тағдыр ғой бұның бәрі. Грантқа түстім. Сонымен ол жақта енді айта берсем әңгіме көп шыны керек. Осы орайда есіме енді түсіп отыр, Суперстарға қалай келдің? Түсіп болғаннан кейін ба грантқа бағыңды сынап бардың ба? 2000 қателеспесем, ол 2006 ма 2004 па, мен есімде жоқ. Негізі түскеннен кейін ғой, мен колледжді бітіргеннен кейін мен өнер академиясында осы Жүргенов атындағы қазір сабақ беріп жүрмін. Сол жақта оқып жүрген кезде бірінші ма екінші курста ма сол кезде қатысқан болатын Суперстарға, отбордан өтіп. Капкарашка қазіргі Ринго тобындағы Данияр бар, Адилжан бар, Аян деген бар, Ринго тобының үшеуі. Сол үшеуі қалды ғой қазір өзі. Сол балалармен бірге бәріміз бір неде болдық. Суперстарда. Бізге дейін ол мөлдірлер болып кетті ғой. Қателеспесем енді. Әлде бізден кейін болды ма, есімде жоқ. В общем, солай Суперстарға сол кезде қатыстым, бірақ та қатысып жүрген кезде мен енді 40 лучших дейді ғой. 40 бүкіл енді іріктеуден өтіп 40 мықты әншілердің қатарына қосылып, бізді 8 адамнан бөліп, біз ол кезде бір үйшіктерде тұратынбыз. Сол кезде тур болатын. Сол кезде енді ары қарай өтпей қалдым. Мені бірақ та алдын ала енді ескертті. Меруерт, сен ренжіме, өтпей қаласың деді. Неге өтпей қалдың? Сен өйткені профессионал деңгейде даусың мықты. Бұл балалардың арасында сенің даусың ерекшеленеді деді. Енді біздің конкурс не емес па? Солай емес па десем, енді әншіні ары қарай өсіру, соның енді мүмкіншіліктерін көрсету, ары қарай арманын орындау емес па деп нетсем, ренжіме, енді бұл проект қой, дұрыс түсін деді. Сонымен әрине басында кішкене реніш болды, не болды, одан кейін түсінем ғой, шоу-бизнес, енді бізде өкінішке қарай сондай нюанстар болып тұрады. Одан кейін енді көп кісілерде нетті мені не дейді, көңілімді аулап жақсы сөздерін айтты. Бұл енді қанатты сөздер айтты, қанаттандырып, уайымдама, бәрі жақсы болады, бәрі алда деп. Оның бәрі үлкен сабақ қой. Қазір ойлап отырсам күлкім келеді. Бірақ оның бәрі қамшылады, шыны керек. Керісінше қамшылады әрине. Намысқа тырысып, ары қарай өсіп өнуге тырыстық. Бала кезіндегі және қазірдегі кумирің кім? Ол енді қазақстандық емес. Өзің таңдауың. Қазақстандық емес. Кумирім Уитни Хьюстон болатын. Енді ол кісі өмірден озып кетті. Лара Фабиан. Кім тағы да? Селин Дион. Қазіргі таңда Бейонс. Әлемдік деңгейдегі поп дива дейді ғой. Сол енді өйткені профессионалды тұрғыда әйел адамнан айтып отырсың ғой өзің, иә?
Иә, ол бар, ол не ер кісілерден де бар, ол әрине Майкл Джексон, поп король дейді ғой енді. Одан кейін көп негізі Брайан Макнайт, тағы кім, Стиви Иә, Уандер өзің деген негізінде сияқты. Европаның әншілерін көп тартасың ғой негізінде. Иә, маған ұнайды. Біреулерге мысалы қазақи ұлттық дәстүрлі әншілер ұнайды ғой мысалы. Иә, Маған жоқ, осындай- ұнамайды емес, біздің әншілерімізде ұнамайды емес, ұнайды, бірақ прям кумир ретінде Европаның әншілерін енді, көбінесе иә, таңдайсың. Европаның әншілері Аха, ұнайды. жақсы. Енді әр адамның өзінің таңдап алған мамандығынан бөлек айналысатын сүйікті ісі болады. Мгм. Қандай сүйікті іспен айналысасың? Ой, білмедім, вокалдан басқа. Бірақ қазіргі таңда мен андай курс дейді ғой, вокал жағынан, Иә. курсты жүйелеп, реттеп, курс ретінде соны сату жолдарын ойластырып жатыр. Ұнайды маған. Маркетинг дейді ғой, маркетинг. Сол жағынан енді жолдасым менеджер маркетинг жағынан сабақ бергендіктен оның мүмкін соның да әсері шығар. Кезінде ковид кезінде бізде онлайн сабақ болды ғой. Сол кезде енді біз бір үйдеміз, басқа бөлмеде сабақ береді, мен басқа бөлмеде. Сол кезде мен сырттай бақылап отыратынмын. Қалай балалар сабақты өздері ұйымдастырып, сабақтың үй жұмысын айтып жатқаны маған шыны керек бір күшті бір әсер қалдырды. Енді басқаша ойлау қабілеттері. Сол маркетинг жағы қазір қызық болып жүр. Қалай қазір, өйткені енді мен ойлаймын, тек қана өнер, енді әрине әр адам өз жұмысымен айналысу керек, бірақ дегенмен бізге бұл жолы да, жаңа басқа жолдары да, мына маркетинг, менеджмент деген сияқты вообще өнерге қатысты көп нәрсе ғой негізі. Оның бәрінде біз неді, ол жағында біз нетіп өтеміз, тигізбей өтпейді ол нелерде, жаңағы хобби дейді ғой, сол маған ұнайтын нәрселер, ол маған әсерін тигізбей қоймады, айтайын дегенім. Жақсы. Үлкен сахнаға осы Қазақстан, осы Алматыда, Республика сарайында болсын, үлкен сахнаға қай жылы шықтың және не түрткі болды? Енді уже шығу керек маған, болды, үлкен сахнаға өзім өнерімді көрсетуім керек деген қай жылдары болды, не түрткі болды? 2000, қазір айтам, 2017 ма, 16 жылы ма? Иә, Роза Бағланова апамыздың 80 жылдық мерейтойына арналған концерт болды. Ол кісінің репертуарындағы әндерді Қазақстан эстрадасының әншілері орындау керек болды. Сол кезде маған Айнамкөз әні түсті. Мұхиттың әні, иә. Дәл сол кезде де өзім сол әнді алып, аранжировкасын өңдеп, енді жасатып, өз нұсқамда ұсындым. Енді тыңдағандар болса өзінің бағасын беріп жатар. Тыңдамағандарыңыз болса, тыңдап, бағасын беріңіздер, көріңіздер. Сол кезде сол кісінің дара жолы, енді өнер жолы жұғысты болсын деп барлығымызға әдемі кішкентай орамал сыйға тартқан, соның келіні, ұлы екеуі енді ұйымдастырды ғой. Әкімшілік тұрғыдан өте жақсы деңгейде болды. Керемет әсер алдым, шыны керек. Жақсы. Мысалы, әр маманның өзінің плюсы мен минусы болады. Мысалы, актер, адам актерлық жолды таңдаса, біздің өміріміз енді ол режиссерға байланысты ғой, рөлге ие болам ба, жоқ па, басты рөлді ойнайын ба, жоқ па деп тәуелділік, иә? Қалған рөліңді ойнай бермейсің, іштей қалап тұрсаң да. Әншіліктің өзінің, әнші мамандығының өзінің плюсы мен минусы қандай? Әншіліктің плюсы, егер де әрине даусың болса, соны
елге сыйлай ала білу, то есть өзіңнің өнеріңді. Енді оны сыйлаудың өзінің де, өзіңнің өнеріңді көрсетуің де, көрсете алуың да ол да бір масқара еңбек. Өйткені талғам, киім кию үлгісі, жаңағы қайтадан менеджмент, маркетинг, сенің әніңнің стилистикасы, халыққа ол ұнайды, ұнамайды, өтеді, өтпейді деген сияқты. Сол өтпейді деген жақтар, минус жақтар баршылықта бәрі қатар жүреді негізі. Әрине, егер де енді бәрі ақшаға кеп тіреледі ғой. Мен ойлаймын, егер де қазіргі таңда бірінші орында егер де мықты даусың, енді мен әнші ретінде айтып отырмын да, өнерің болса, біріншіден, сонымен қатар ақшаң болса, жаңағы енді продюсерға айтасың ғой, продюсер, мен анандай программаға енді қатысқыздырыңыз, жолын іздестіріңіз. Оның бәрін менеджер жаңағы істейді, маркетинговый ход жасайды. То есть сені барынша экранда көбірек мелькать ету дейді ғой қазір, көбірек сол халықтың алдында жүретіндей сол жұмысын атқарады. То есть ол әншінің жалғыз ғана адамның тірлігі емес, ол бірнеше команданың тірлігі. Әнші ретінде сенің даусың болса, енді әрине еңбек етемін деп мақсат қойсаң, онда жаңа қасыңда жүрген көптеген жаңағы командаң саған жұмыс істесе, сенің тұлғалығыңды ашуға жұмыс істесе, сен ана бутон сияқты кәдімгідей ашыласың. Қазіргі заманға сай трендтегі әндер шығаратын болсаң, клип түсіретін болсаң, осындай подкасттарға қатысатын болсаң, енді оның бәрін реттеу керек қой оның. Жалғыз бір әнші, мен да, барлығына жүгірмейді. Мүмкін емес ол. Енді барынша әрине қолдан келгенше осындай подкасттарға, шақыратын жерге барып, барынша сөйлесуге, мастер-класс дейді, көрсетуге, шақыратын мастер-класстарға. Қазір таңда енді көбінесе мен ұстаз болып кеткендіктен 15 жыл болыпты биыл сабақ беріп жүргеніме. Қазір докторантурада 2-ші курс оқып жатырмыз. Көбінесе ұстаздық жолды қабылдағаннан кейін, алғаннан кейін үлкен жауапкершілік, көбінесе шеберлік сағаттарға шақырып тұрады. Сондай жобаларға барынша қатысуға тырысамын. Бірақ жалғыз әншіге барынша өзінің потенциалын ашуға қазіргі таңда оңай емес. Өйткені қазіргі заманның талабына сай болу, енді білмеймін, сай болу әрине дұрыс емес сөз, бәріне үлгеру мүмкін емес физиологиялық тұрғыда. Жақсы. Енді кейде бола ма, бір қолыңды бір сілтеп әншілікті тастап кеттің, басқа бір осындай бір арманға, қиялға беріліп, шіркін, неге осы әншілікті таңдадым мен, неге кет қалмасқа деп, сондай бір ой болды ма бір сәтке болса да? Негізі әншілікті шын айтайын, қазіргі таңда қатты енді пропаганда жасап жүрген жоқ. Мен өзімнің даусымды көрсететіндей, қайта-қайта экрандарға шығып, концерттерге шығып, көбісі сұрайды, неге жоқ болып кеттіңіз? Даусыңыз сондай жақсы ғой, күшті ғой деген сияқты. Енді Лаура өзің айтпақшы, әр нәрсенің өзінің орны бар. Мүмкін маған қазіргі енді сахнаны ластатып жатқан ұнамайтын шығар. Көптеген адамдардың шығып сахнаны ластап, солармен бірге көптің бірі болғым келмейтін шығар менің мақсатым танымал болуда емес. Менің мақсатым, мен ойлаймын, сапалы көптеген әндерді шығарған, өзінің тыңдарманы бар әнші болу, ұстаз болу, енді артыңнан дұрыс жақсы із қалдыру, жақсы сөз қалдыру. Әр адамның артынан жақсы сөз ереді дейді ғой. Кәдімгідей салмағың бар әнші ретінде, мысалы, қалыптасқың келеді. Ластау деген жаңа сахнаны ластайтын әншілер көп деп қалды ма жаңа бір сөзінде, солардың бірі болғым келмейді.
қалай не істеп ән жағынан талғамдар ма, киім киіс ма, өздерін ұстау ма, не жағынан сахнаны ластайды? Ластағанда мен енді анық айтайын. Кезінде сахнаға шығу үшін енді марқұм біздің апайымыз, ағайымыз, жаңағы біз енді еңбек сіңірген қайраткерлердің қолдарында оқыдық. Заслуженный деятели дейді ғой, артистер. Марқұм апайым бар, Люция Қажығалиқызы, ол кісі айтып отыратын, сахнаға шығу үшін кәдімгі үлкен комиссиядан өтіп барып, бұрын сондай болатын, сосын сахнаға шығатын. Ал қазір неге сол комиссия жоқ? Менде сондай сұрақ. Неге біз сонша сахнамызды көрінгенге жол беріп қойдық? Мүмкіндік беріп қоямыз. Ол дұрыс емес. Сосын біз ренжиміз. Неге біздің халықтың әнді енді талғамы, осындай әндерді, жеңіл әндерді тыңдағанда талғамы неге төмен деп халыққа итеріп қоямыз. Негізі бүкіл жауапкершілікті, мен ойлаймын, сондай комиссия, одан кейін телевидение, андай мықты жақсы концерттер, телевидениеға кететін жоғары деңгейдегі мына үлкен жаңағы хабар ұлттық арнасы болсын, Қазақстан ұлттық арнасы, енді қарапайым халық көретін нелер, телевизия нелері, бұқаралық ақпарат қой болды кәдімгідей. Мен ойлаймын, соның бәрін телевизордан қарап отқан халық енді басқа не көреді? Соған қарай енді олардың деңгейлері солай түседі десең тағы ренжиді. Түскен деместі анандай, соны көреді, соны бойларына сіңіреді. Не үшін кезінде мен мамам айтады, анам, біз деген сенің апайыңды, Люция Қажығалиқызы, Роза Бағланова болсын, Роза Рымбаева, Қуаныш қызы, жаңа Нағима Ескалиева, Жеңіс Сейдуллаұлы, Жеңіс Ысқақова, Музарт тобы деген сияқтылардың бәрін енді мен жақсы білем дейді. Мына қазір масқара ғой дейді. Қайсы әнші, қайсы кім не болып кеткен түсінбей қалдық дейді. Демек кезінде сапа болды. Неге сол сапаны біз жоғалтып алдық? Әңгіме сода. Мен айтпаймын, бізде өнер, енді өнерге әркімнің бар таласы дейді ғой. Бірақ та мен ойлаймын, өнер деген ол Құдайдан берген мықты қасиет қой. Дара нәрсе, даралық нәрсе ғой. Ол өте, мен ойлаймын, бір сол нәрсені біз арзан ұсынатын болдық біз, өкінішке қарай. Қайсы мықты әнші, қайсысы орташа деңгейде, қайсысы дым сахнаға лайық емес әнші, бәрі сапырылып кетті. Соның бәрін сараптайтын. Оған себеп не енді? Мысалы, үлкен кісілер жаңағы, үлкен аға буынды апаларымыз, ағаларымыз неге осы нәрсені қолға алмайды? Болды, бұдан кейін осы нәрсеге тыйым салайық деп телевидениемен бір шартқа отырып, болмаса жаңағыдай мәдени министр культура дейді ғой, солармен бір ақылдасып, осыған тыйым салайық деп не себеп? Жоқ әлде соншалық қаржы, ақша бірінші орында ма? Ақша төлеп те өтуі мүмкін бе? Енді өкінішке қарай бізде Қазақстанда ананың қызы, мынаның баласы, коррупция, енді қатты айтсам, бірақ расты ол дүние. Енді көп жағдайда көрдік қой, үлкен концерттерге қандай әнші сымақтар шығатынын, недім музыкалық білімі түк нота танымайтын, дым білмейтін адамдарды шыққан кездерде көріп, әрине қарның ашады. Әрине сен ойланасың, мұны біз енді не үшін соншама жылдар бойы оқимыз? Енді әрине біреу үшін емес қой, мен өзім үшін оқыдым. Дегенмен
іштей қарның ашады, Қарным неге ашады. деген сияқты. Просто біз сапаға жұмыс істейміз. Мен өз басым, мен өзім үшін жауап беремін. Әрине, одан кейін мен өзімнің сабақ беріп жүрген студенттеріме жауап беремін. Сапа бірінші орында. Бірінші орында даусың қандай деңгейде? Сен әнің қандай? Ол не туралы? Кім жазды оны? Авторлары кім? Қандай мақсатпен сен ол әнді орындап тұрсың? Ол әнді орындаған кезде қандай нюанстарды сен көрсете аласың даусыңдағы? Деген сияқты. Бірақ өкінішке қарай қазір андай дамыған заман деп бәрі айтады ғой енді. Интернет, анау-мынау. Сөйтіп, ана қазір мода болды ғой. Каверларды айтады. Сөйтіп, бірақ даусың деңгейіне қарамайды. Сыбырлайды, ана компьютермен бәрін өңдейді, әдемілеп керемет қалып. Жібере салады, болды, бітті. Ары қарай соны халық болсын, тыңдарман болсын, оны ары қарай бойларына сіңдіріп отырады. Өкінішке қарай бізде ешқандай сараптамадан өткізіп жатқан дүние жоқ. Өйткені көрінген сахнаны ластап жіберді. Сол үшін ішім ашып, қарным ашады расымен де. Қазір үш этаптан тұратын, үш кезеңнен тұратын ба, қателеспесем, кавер шоуға көңілің тола ма? Мейрамбек Беспаев ағамыз бастаған. Бар арасында каверді орындай алған адамдар, енді орындаушылар бар. Әншілер де бар. Мен үшін әншілер мен орындаушылар екі бөлек адамдар. Орындаушылар, олар ешқандай білімі жоқ, әйтеуір енді хобби ретінде ән айтатындар. Ән айтқысы келетіндер орындаушылар, білімдері жоқтар. Вот әншілер білімдері бар, болмаса өздерінің стилистикасымен өздерін дәлелдеген сондай әншілер бар. Оларды әншілер деп атай аламын. Енді мысал деген, мен енді шыны керек, ол кавер шоуды бір-екі рет қана айтпай YouTube арнасынан шолып өттім, көріп. Маған ұнағаны Бағым Мұхидденованы жасаған кавері, өйткені енді жоғары деңгейде жасады. Одан кейін Ерік деген бала бар, Музарт тобының ана күзгі бақ деген әнін соны қателеспесем рок-н-ролльный стилистикада жасады. То есть лирикадан рок-н-ролл стилистикасына. Демек ол баланың талғамы бар. Сол ұнады. Одан кейін кім ұнады маған тағы? Енді ұнағандар, енді мүмкін бар шығар тағы да мықтылар, мен бірақ кәдімгідей өйтіп зерттеп, қарап, өйтіп қараған жоқым шыны керек. Негізі жалпы жақсы идея. Жақсы идея. Бірақ та оның артында да сапа болу керек. Білмеймін енді оның бәрін кім шешетінін әрине. Бағым Мұхиддинованың орындауындағы ән ұнады дедің. Ол кісі бір жылдары Димаш жаңадан сахнаға шыққанда кәдімгідей сынап тастаған. Оны әлі күнге дейін айтады. Әріптессіңдер, бір кафедрада сабақ бересіңдер, қателеспесем. Жалпы сол ойға қандай ойың, қандай болды? Мен былай айтамын. Ол кезде енді ол кісі өте мықты маман. Дәл сол сәтте Димаш жаңағы орындаған әнінде Бағым Мақсатқызының көзқарасы бойынша орынсыз техникалық нюанстар жасады ән орындаған кезде. Димаш, иә. То есть неоправданные
технический моменттерді ән орындаған кезде оның да жаңа техникалық әдемі андай иірімдер болады ғой, соның өзінің де жасаудың себебі болады. Түсіндіңіз ба? Соны сол кезде Бағым Мақсатқызының енді музыкалық өзінің көзқарасы бойынша, вокалдық көзқарасы бойынша сол моментте әнді орындаған кезде Димаш енді ол кезде деңгейі, орындау деңгейі болмаса жасы да кіші болды. Жаңағы әнге сол иірімдерді қосқан кезде сенімсіздік болмаса жаңа неоправданный жаңағы иірімдерді қосқан үшін ғана соны айтты негізі. Одан кейін әрине Димаш одан кейін андай контраст та Қазақстанда болған Димаш, Қытайда болған өз өнерін көрсеткен. Екеуінің арасында қанша жыл бар. Ол енді оның арасында ол Димаш енді өскен жоқ па? Әртүрлі өзімен жұмыс жасаған жоқ. Оның үстіне сонау Қытайда, шығыста ол I Am Singer деген жобасы ол қытайлардың деңгейінде мықты байқау ғой. Әлемдік деңгейдегі мықты әншілер келіп өз өнерлерін көрсеткен мықты не. Әрине ол жақтағы маман, ол жақтағы атмосфера, жалпы сол жақтағы энергетика адамға әсер етпейді ме? Әсер етеді. Оған дейін ол мен ойлаймын, Димаш ол уақытқа дейін өзін тәрбиелеп жұмыс істеді ол жаққа барғанға дейін. Әрине ол сол жылдармен қазіргі Қытайға барғанда сол күйде бара салған жоқ қой. Бізде мен айтайын дегенім, біздің халық тек сол нюансқа әйтеуір Қазақстанда қадалып, сол Мақсатқызына сол нәрсеге қадалып қалды. Расын айтқанда, енді Мақсатқызы сол сәтте енді сол сәтте сол деңгейдегі Димашқа енді ол критерий ғой, ондай сыни ғой. Сол нәрсені енді дұрыс айтты деп ойлаймын мен өз басым, шыны керек. Өйткені енді сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой. Адам сол сынның арқасында өседі, өнеді. Құдайға шүкір, бізде Димаш бар, біз мақтанамыз. Әлемдік деңгейдегі бүкіл қазағымыздың атын бүкіл әлемге паш етіп, шынымен де мақтанарлықтай дүние ғой. Шүкір, тәуба дейміз. Ешқашан ол кім Димаштың еңбегін қазір жасап жатқан дүниесін, орындаушылық шеберлігі, талғамын мен ешқалай жоқ деуге аузым бармайды. Мойындайсың. Әрине мойындаймын. Просто халық бір нәрсені ғана түсінсе, сол осы Қазақстандағы болған байқаудағы Димаш пен I Am Singer жобасындағы Димаш екеуі екі түрлі Димаш, соны түсінсін. Сол сәттегі Қазақстандағы болған Димашқа айтылған сынға сол моментте дұрыс сын айтылды. Мен енді осы сұрақты қойып отырған себебім, сен кәсіби әншісің ғой. Ол Бағым ханымның жаңағы Димашқа айтқан сынын сен кәсіби түрде ұғып оны айтып отырсың. Мен әнші емеспін. Мен сол үшін сол сұрақты қойып отырмын. Әрине, мен неге сонда Димашты ұнатпады ма? Қалай мойындамады деген сұрақ менде де болды. Сол үшін мен осы сұрақты қойып отырмын да, мен енді түсініп отырмын осы. Айтып отырмын да, ол кезде Димаштың орындау шеберлігі, ойлау қабілеті, сол иірімдерді техникалық енді өзінің нюанстары бар қалда. Сол кезде Қазақстандағы ән орындаған кезде соны сезініп айтпады ма? Сол жасы кіші болды ма? Сол себепті деп те ойлаймын өз басым. Екеуін салыстыруға, екі түрлі Димаш салыстыруға мүлде болмайды. Жақсы, қай жанрда ән айтқан, тыңдаған ұнайды көбінесе? Лирикалық жанрда ма? Лирикалық, әрине. Неге? Жаның лирикаға жақын ба? Иә, жаным лирикаға жақын. Білмеймін, біз
өзім өмірде оптимист болсам да, позитивті болсам да, бірақ та лирика ұнайды. Жақсы лирикалық әндер ұнайды, лирикалық жанрдағы әндер ұнайды дедің. Онда өзіңді бір 3 қасиетпен сипаттап берші. 3 қасиетпен. Қиын екен. Қиын болса да жауап керек. 3 қасиетпен. Алдыға мақсат қоя алатын, табандылық дейді ғой оны. Қайсарлық. Одан кейін жауапкершілік. Осы 3 қасиет бойымда. Енді ол тәрбиемен келген дүние деп ойлаймын. Сол. Инстаграм парақшаңнан сонау Франция елінен келген, қазақтың салт дәстүрімен таныс болғысы келген, тұрмыс тіршілігімен, ұлттық аспаптармен таныс болып, Димашпен өзіңді тыңдайтын Сандрин деген кісі келген екен, былайша айтқанда фанатың болып шыққан. Сол кісі туралы айтып берсең, ол қалай іздеп келді, қайдан көрді сені, қайдан таныды, қалай таныстыңдар? Ой, шыны керек, ол кісі мына ютубтан, ютуб арнасынан қазақтың әншілерін тыңдап, өзіне андай ұнатқан әншілерді белгілеп алған екен. Енді таңдап алған екен. Соның ішінде мен де бар екен. Бірінші орында ол кісі айтады, Димаш дейді, одан кейін сен дейді маған айтады. Әрине көп рахмет ол кісіге, Сандрин. Ол кісі Францияда тұрады, шынымен де. Францияның қасында бір аудан бар екен, аты есімде жоқ, айтқан, ағылшынша екеуміз сұхбаттасқан, сөйлескенбіз. Ол кісі сол ауданда кәдімгі әлемдік деңгейдегі Луи Виттон заводы бар ғой. Сол жақта тігінші болып жұмыс істейді. Кәдімгі Өнерге жақын емес. Өнерге ешқандай қатысы жоқ. Қызық, содан өмір негізі қызық қой. Әртүрлі сиқырға, әртүрлі енді моменттерге бір ойланып қарасам, бір қызық дүние. Ол кісі маған жазып тұратын, өстіп сіздің өнеріңіз ұнайды, даусыңыз сондай жақсы деп, жекеге де дайректқа да жазып тұратын. Сонымен бір күні менің жолдасымның мұғалімі бар. Атын ұмытып тұрмын. Француз тілінен сабақ береді. Сол кісі мен жолдасыма жазады, өстіп мен қасымда Сандрин деген қыз бар, кісі бар, сіздердің үйлеріңізге қонаққа келейік деп едік деп. Сонымен үйге келген екен. То есть енді үйді білет, өйткені мен үйге келген, мен жұмыстам, жолдасым жұмыста, үйде енем қарсы алған ғой, енді домофонды басқан ғой, енді ескертпей келген ғой, енді өстіп біз келдік деп жазған. Сонымен енем жазады, қашан келесіңдер, ойбай мына кісілер күтіп қалды әбден деп. Мен енді жай келетін адам. Сонымен мені күте алмай, сонымен қайтып кетіпті. Әйтеуір шайларын беріп, недіп жіберіпті енем. Сосын басқа жолы 1-2 күннен кейін мені кафеге шақырды. Өзі, мен шыны керек ыңғайсызданды. Мен негізі өзім ақ шақырғым келді. Қазақстанға келіп тұрып, ол мені шақырғаны бір түрлі ғой деп. Сонымен ол кісі мені енді тұлға ретінде, әнші ретінде жақсы көргендіктен, сыйлағандықтан мені сөйтіп қонаққа шақырды. Шақырып, сіз не ғой, мені көрген кездегі әсерін айта алмаймын. Жылап жібергені бар ма? Көз алдымда ғой, әлі Құдай, онымен қоса мен де жыладым. Сонымен ол күшті, керемет әсер ғой негізі. Әрине. Сонымен бір жылап алып, отырып әңгімелесіп, жаңағы тамағымызды, шайымызды ішіп,
сонымен маған бір мен өзім сыйлығымды көтеріп алғам. Бір сыйлық алып бардым, бір орамал ма, есімде жоқ, аха, орамал, аха, тон болмайды, жол болады деп әйтеуір иығына жаптым. Сосын ол кісі: о, Меруерт, сонша енді неттіңіз, шығынданып, қажетті қанша деп, сонымен маған өзі де бір сыйлық, осы Қазақстаннан алған сыйлық екен. Енді рахмет көңіліне. Бір күміс алқамен бір не кулончик, соны мойныма тақты. Ой, рахмет деп қабыл алып, біраз әңгімелесіп, сонымен ол кісі тағы да келетінін айтты. Сол кезде айтты: мен бір жарты жылдан кейін тағы келем, Меруерт. Мен міндетті түрде Димаштың концерті болады сол кезде. Как раз есімде жоқ, 2022 жыл ғой деймін, сентябрьде ма, августта ма, ана стадионда Димаштың концерті болды ғой, үлкен қылып. Соған ол кісі келем деді де маған сол қоштастық неттік. сонымен жақындаған кезде, сол концертке келетін кезде: сіз менімен барасыз ба, мен сізге мына билет онлайн сатып алып едім дейді. Сонымен сонау Францияда жүрген адам Қазақстанда болатын концертке Димаштың өзі билет алып, өзінің фанаттарымен, сол Димаштың фанат бәрімен Франциядан сонау через Турцию келіп, маған билетті беріп, бірге барып, фан-зонада тұрып, сол кісі үшін соңына дейін тұрдым. Аяғым шаршап кетті, шыны керек. Қанша 4 па 5 сағат па тұрдық қой, тігінен тік. Сонымен сөйтіп өзінің ілтипатын көрсетті. Сосын жарты жылдан кейін тағы келді ол кісі. Тағы қонаққа шақырды. Құдай. Енді ол кісі мен отырып, сонымен тағы да маған сыйлығын берді. Мен де алқа алып бардым, енді қазақтың оюын мен жасалған. Маған енді ұятты болды, кішкене біздің Қазақстанымыздан бір естелік болсын деп мойнына ілдім. Жылап тағы да өзі сондай сезімтал адам екен. Рахметін айтып: Меруерт, әнін тыңдаймын, Димашты да тыңдаймын, сіз мен үшін сондай жұлдызсыз деп сөйтіп құрметін көрсетті. Шынымен керемет. Сонда есте қаларлықтай сәт екен. Ол кісі міне осы кеше ғана жазды: сіздерде жер сілкінісі болыпты ғой, қал жағдайыңыз қалай, амансыз ба, бәле жалады. Қазақша жазды. Қазақ тілін үйренгісі келіп жүр. Ол кісі қазақтың осында Алматыда көшкісі келетінін айтты, қазақстандықтардың ортасында тұрғысы келетінін айтты, қазақтың салт дәстүрі ұнайтынын айтты, қазақтың халық әндері ұнайтынын айтты, қазақтың әншілері ұнайтынын айтты. Осында жұмыс істеп, осында тамырым осында ары қарай тарқалсын, тарқалатын шығар деген ниет білдіріп, сондай оймен бөлісті. Керемет. Енді ол бұл бүкіл қазақтарға деген құрметі, біздің қазағымыздың тектілігі шығар деп ойлаймын мен өз басым. Жақсы. Осындай есте қаларлықтай әдемі сәттерің өте көп болсын, Мика. Рахмет. Люция Төлешова апайым марқұм. Ол кісінің қолына сен өзің барып таңдадың ба, жоқ әлде кездейсоқ түстің ба? Кездейсоқ түстім. Өкінбейсің бе? Өкінбеймін. 17 жасымда 2002 жылы мен мектепті аяқтап, сол эстрада цирк колледжіне Жүсіпбек Елебеков атындағы оқуға түскен кезде, бізде енді іріктеу болады ғой, кім қайда, қай классқа барады деген сияқты. Лаки Константинович Кисоглудың классы бар, Венера Қармысова деген кісінің классы бар, сол Люция Қажғалиқызының классы бар. Сол кісіге түстім. Ешқашан мен өкінген емеспін, өйткені ол кісі мықты маман болды. Действительно, расымен ол мықты маман екеніне ешқандай ешкімнің күмәні де жоқ. Себебі ол кісінің қолынан тәрбие алған өзіміздің қазіргі әріптесіміз Сәкен Қордабаевич Майғазиев, Қаспақова Гаухар, Бағым Мұхиттенованың өзі алды. Қазір айтам тағы қайсы, Алишер Каримов, керемет. Әрине тағы да Бақыт Шадаева,
кәдімгідей танымал әншілер Иә, бәрі танымал. Апай сонымен қатар ол кісі біздің барлығымызға өнердегі анамыз бола тұрып, өте мейірімді жан болатын. Үйіне шақырып, тамақ береді, қарны ашып тұрса, бір құдай тамақ болмаса, бір тойға бірдеңе болса, ертесі міндетті түрде пакетпен келеді. Жеп қойыңдар, сендер студентсіңдер, қарындарың ашады деп, сөйтіп сондай қамқорлықта, сондай мейірімде, ұстаз ретінде де болды, ұстаз ретінде енді өте көп септігін тигізді, енді өз басым үшін. Өйткені мен ауылдан келген қыз. Вокалдық ешқандай енді арнайы мен оған дейін кәсіби деңгейде айналысқан жоқпын. Жасым 17-ақ. Енді музыкалық мектепті ғана домбырадан бітірдім. Жалпы нота деген не екенін білем. Ол кісі ойлау қабілетімді жалпы орындаушылық барысында даусымды диапазон дейді ғой, кеңейтіп, сол жағынан талғамымды дұрыстауға мықты әсерін тигізді. Жақсы. Күшті, керемет әдістер қолдана білді. Ол көптеген ұстаздар оған мән бермейді. Бір ғана әдіспен ұра береді бәрі. Ол дұрыс емес. Мен ойлаймын, әр балаға оның потенциалын, табиғатын, ерекшеліктерін ашу үшін әртүрлі әдістер керек, әртүрлі тәсілдер керек. Өйткені әр баланың дауысы әртүрлі, табиғаты әртүрлі, оның ойлау қабілеті, талғамы деген сияқты. Одан да сұрау керек, сен не айтқың келеді, кімді тыңдап жүрсің, қандай әнші болғың келеді, сенің мақсатың неде деген сияқты. Ондай дүние өкінішке қарай көп ұстаздар өйтіп сұрамайды. Әрине апайымыз біздің сұрайтын. Сен мақсатың не қыл деп жүрсің сен қыз деп, өзі ана кіші жүздің қызы емес, бетке тік сөйлейтін ол кісі. Жақсы, керемет. Ол кісі енді аяқ асты қайтыс болды ма, жоқ ауырды ма? Жоқ, ол кісі ауырған жоқ. Ол кісі мына аты өшкір ковидтен қайтыс болды. Оның артынан біздің де ағайымыз қайтыс болды. Шыны керек, өте ауыр жыл болды. Өте ауыр жыл болды. Адамдар енді бірінен кейін бірі кетіп жатты. Иә, кішкене есімізді, мен шыны керек, дәл сол сәтте апайым қайтыс болғанда мен де неде жаттым, больницада, сол ковидтен. Менің өкпем 70% кәдімгі қарайып кеткен. Мен қатты ауырдым. Енді ол кезде бізде больницада жатқанда көп гормональный терапия. Ковид кезінде бір ғана протоколмен емдеді бәрін. Антибиотик и гормональная терапия. Екеуі бірдей жүрді. Ана терапиядан ойлау, концентрация дейді ғой, бір нәрсеге мен ойымды жинай ақтай алмаймын. Тамақ береді, қарным аш па, тоқ па сезілмейді. Мен сондай состояниеда болдым өкінішке қарай. И апайдың сол қайтыс болды деген былай естіп, хабар естисің де, бірақ та түсінбеймін вообще, не өңім бе, сондай состояниеда болдым. Ана ауру кішкене менің немді меңзең болып, мен әрең дегенде өз-өзіме келіп шығу керек. Сосын бірақ көз жасымыз шықты, шыны керек, апай қайтыс болып. Сосын ана осознание дейді ғой, миға ақпарат әбден кішкене сосын келді да. Сосын бірақ ойбу деп кішкене көңілім босады. Бұл енді сенің студент кезіндегі болған апайың ғой, ұстазың, анаң, өнердегі, иә. Бастауыш мектепте оқытқан апайың Несіпкүл тәтейіңді, ұстазыңды 26 жылдан кейін көрген екенсің. Өзің арнайы іздеп бардың ба, жоқ әлде бір мектепте 10 жылдықтарың болды ма, 20 жылдық деген сияқты? 26 ма, 20 жылдықта іздеп барды. Менде себеп былай. Мен ауылда өскеннен кейін, ауыл мен Қордайдың екеуінің арасы 7 километр. Мен ары қарай Қордайдың ар жағында. Ол кезде Талапты деп аталатын, Қасық деген ауыл, Қасық деп аталатын. Сол кезде сол ауылда тұрдық. Сол кезде 1-ші классқа барғанда Несіпкүл деген апайымыз 5-ші классқа дейін оқытты. Ары қарай мен
Қордайға біз әке-шешеміз бәріміз Қордайға көштік. Бауырлары әкемнің сол ауылда қалып қойды. Мен ары қарай жаңағы Абай атындағы орта мектепте оқыдым 8-ші классқа дейін. Ал 9-дан 11-ге дейін гимназияға, басқа мектепке ауыстым. Демек соңғы мектеп ол гимназия Қонаев атындағы. Сол бірінші мектеп, ол ауылдағы мектеп, сол Несікүл апайымды өте керемет ұстаз, ол кісі қазір зейнеткер. Көріп бірден таныды ма? Әрине таныды. Ой, Меруерт, сені көріп тұрамыз, теледидардан арасында көріп тұрамыз, өзгермегенсің деп, кәдімгідей көрген кезде бір жылап алдық. Әрине оның бәрі ностальгия ғой. Кішкентай кезімізде біз қандай балапан едік ол кезде. Сол кезде керемет, әдемі, мықты ұстаз болды, қаттал болды енді ол кезде. Кішкене былай өте қатал болады. Қорыққандықтан енді сол кісіге рахмет, сол кісінің арқасында енді бастауыш мектепте ұстазың қандай болады, ары қарай сен почеркіңде солай болады дейді ғой, жазу үлгісі. Менің сол кісіге рахмет, менің жазу үлгім өте әдемі, сол кісінің арқасында. Рахмет, өте талапшыл болған екен. Өте талапшыл болды, мықты. Енді бұл мектеп кезіндегі, студент кезінде, содан кейін сен Ақсарай театрына келдің. Екеуміз әріптес болдық, спектакльдерде ойнадық. Қыз жібекте Қамқаны ойнадың. Енді осы Болат Атабаев туралы айта берсек өте көп қой негізінде. Бірақ ең алғаш келгенде мен қандай ұстазға келе жатырмын? Ақсарай театрының режиссері кім? Ол кісіні бұрыннан танып барып келдің бе? Жоқ әлде танымай әйтеуір топ ете қалдың ба сол Ақсарай театрына? Келген кезде қандай әсер, ең бір әсер етті ма саған? Болат ағайдың қай қасиеті саған қатты әсер етті? Біріншіден, бұл Ақсарай мюзикл театрына мені Сәуле деген құрбым. Мен ол кезде Жүргеновте 3-ші ма 2-ші ма курспын, есімде жоқ. Оқып жүрген кезде, ол кезде кабак дейді ғой, ресторан, сол кезде кешке қарай ән айтатын. Сәулемен біз сол кезде құрбы болып, сол мені білет ән айтатынды. Сонымен Мика өстіп бізге жаңағы қателеспесем, джаз орындайтын әнші қыз керек деді. Ағай, бір постановка жасаймыз деді, есіңде ме? Бір неміс келу керек болатын. Біз джазовый бір постановка Гершвиннің ба, есімде жоқ. Ағай, есімде жоқ. Мен де қазір есімде болмай тұр. Примерно сондай бір постановка болады деді. Соған әнші іздеп жатыр. Сен дауысың күшті ғой. Келсеш, тыңдалып көрсеш, бізде кастинг болады, анау деді. Жарайды деді. Тамағым ауырып жүр, енді кабакта кешке қарай істейсің, күндіз бойы сабақтасың, тамағың отырады, дауыс отырады, тындай тонуста емес. Сонымен ертесі бардым, бара салдым. Мен шыны керек, аға айтты, танымаймын, кім ол? Не алған режиссер, оның атағы, даңқы деген сияқты вообще танымаймын. Негізі тұлға ретінде енді к моему стыду дейді ғой. Бірақ рас, не люблю енді өтірік айтып, сөйттім бүйттім деп танымаймын ағайды. Ол кезде жай ғана сол кастинг үшін келдім. Маған қызық болды. Сол қалай келдім, ағайға ұнадым. Ұнағанда ол кісі бірақ та мен академияға келем. Сен оқиды екенсің ғой академияда. Ол кезде ол кісі де сабақ береді ғой. Кабинетіңе келем, мен әртүрлі задача қойып, мақсат қойып, соған қарай апайыңның көзінше көреміз деді. Жарайды деді. Сонымен, білмеймін есімде жүр, бір аптадан келді классқа. Ағайға айттым, осылай уақытта мен болам, менде вокал сабағы деді. Жарайды деді. Сонымен ағай отыр, мен тұрмын, апайым отыр қасында, мен фортепианоның қасында тұрмын, не айтады екен деп, қорқып дірілдеп. Сонымен ағай деген нестандартный адам ғой. Ал Меруерт, не ән айтады екенсің. Енді мысалы қазір мақсат қоям, енді жек көріп айтшы қане деді. Бір әнді алды, жек көріп айт деді.
мен өмір өйтіп айтып көрмеген адаммын. Мен актер емеспін, актриса емеспін, ешқандай неге нетпегем, үйренбегем. Ойбай, қалай істемеген деп ішімнен намыс деген жібермейді ғой оның үстіне. Кішкене оның үстіне менде андай қайсарлық мінезім бар да. Так, вперед деген. Қазір болмаса, то если не дейді ана, если не сейчас, то когда дейді ғой. Соны мен айттым, сонымен жарайды. Ұнамады. Енді не етіп флиртовать етіп айт деді. Енді ұяласың ғой, бізде кішкене тәрбиеміз қазақи болғаннан кейін. Давай де сонымен енді шамам жеткенше айт. Сонымен жарайды, жеткілікті болды, алам жұмысқа деп қабылдады. Сонымен жұмысқа қабылдандым. Одан кейін 1-2 күннен кейін бір кісінің бірден юбилей ма, бір той болып біз бәріміз бардық. Сол кезде Сәуле айтты: Мика, сен қырғызша әнің бар ғой, Сарой, соны айтшы, ол ағайға ұнайды деді. Жарайды деп, соны енді ойымда жоқ, орындаған. Ағай деген влюбился в меня прям. Меруерт, қырғыздың әні ғой мынау деп, кәдімгідей деп сөйтіп ғашық болып та қалды. Сол ән арқылы менің орындаушылығыма жалпы маған адам ретінде толық қабылдады мені. Сол Ақсарайдың труппасына мен сіңдіруге барынша өзінің әсерін тигізді маған. Жалпы енді қай қасиеті қатты есінде қалды? Қай қасиеті? Мысалы, ол тек қана сабақ беріп, репетицияны жүргізіп кетіп қалмайды, өмірлік неше түрлі әңгімелерді айтады. Жалпы не қасиетімен есте қалды? Өзінің жұмысына деген андай кәсібилігі ғой. Нестандартный ана тұлғаны ашудағы әдістерінде. Өйткені менің прям есімде ағай мен ана Қамқаның рөлімен жұмыс істеген кезде көп андай әдістер қолданды да, айтты: Меруерт, сенде ойыңда шаблон жоқ. Мен сені былай да пластилин қылып езіп ала аламын, былай да сол жағын пайдалан. Түсінем, оңай емес, бірақ түсін, Қамқаның рөлі ол аналық рөл. Басымдырақ болу керек, кішкене қаталдау болу керек, зарлау керек соңында деген сияқты. Енді шамам жеткенше орындадым. Жалпы ол кісінің талапшыл, талапшыл, өзінің жұмысына берік, өте биік, ой өресі биік адам. Одан кейін мировоззрениесі басқаша, да? Басқаша, тым басқаша. Ол кісімен әңгімелесудің өзі бір энциклопедия. Керемет кісі. Енді ол кісі, мен әрине Германияда болған кезде де ол кісімен көп ағайдан кеңес сұрайтын. Не істейін ағай, ары қарай докторантураға түсейін бе, болмаса өзінің отбасылық өміріндегі проблемалар туралы, сол туралы көп ағайдан сұрайтынмын. Ол кісі айтатын: жүрегіңді тыңда, жүрегіңмен қатар ақылыңа нет деп, қос, ақылыңды қос. Кейбір кезде жүрек шешеді, кейбір кезде ақыл шешеді. Адамға өзіңе қалай ыңғайлы болады, солай өмір сүрген дұрыс деп. Біреудің айдағымен жүрмей ешқашанда. Біздің бәрімізді де ағай сөйтіп үйретті ғой. Тобыр болмаңдар. Сендердің әрқайсыларыңның өздеріңнің ойларың бар. Өздеріңнің ойларыңды айта ала біліңдер. Бәрімен қосылып деп кете бермейді. Жақсы. Қазақ музыка индустриясында, кемшіліктер мен қандай артықшылықтары бар? Қазақ музыка индустриясында енді қазір той томалақ десем қайттан баяғы жартас, сол жартас болып келеміз. Өкінішке қарай бізде ана шетелдегідей үлкен концерттерден табыс түспейді.
андай болады ғой, қазіргі таң енді қазіргі демейін, жалпы Қазақстанда әншілер әйтеуір сахнада жүрейінші, мен танымал болайыншы, халықтың алдында, көз алдында жүрейінші, сол танымал болсам күшті болады, мен танымал болам, мен тойларға шақырады, мен қымбатырақ болам деген ой қалыптасады. Әрине бәріне топырақ шашпаймын, ондай емес те әншілер бар, орындаушылар көп, басымырақ, ондай мақсат көп, жастар да өте көп. Өйткені бізге академияға келгендерді біз біраз анау жоғарыдан төменге әрең түсіреміз. Олардың мақсаты тезірек танымал болу. Мен важный болғым келеді, мен жұлдыз болсам екен, менен интервью алса екен, мен танымал болсам екен, мен просмотрым соншама болса екен, бірақ ар жағында оған қарай еңбек жасағысы келетін шығар, бірақ білім жеткіліксіз да. Ол жағын көбісі ойламайды, өкінішке қарай. Сол жағы минуста. Енді плюс жағы, енді Құдайға шүкір, енді әншілер көп. Бірақ ол әншілікке қазіргі таңда ақшалар барлар көп экранға шығады да, мықтылары кішкене қалып қойып жатады. Өйткені қаржының жетіспеушілігінен, менеджер маркетингтің болмауынан деген сияқты. Өйткені айтып отырмын ғой, қазіргі таңда YouTube арқылы да мені өстіп түсіріп ақта танымал болып жатқандар өте көп. Әлеуметтік желі, Instagram, TikTok, Facebook, осы әлеуметтік желі келгелі бері индустрия қаншалықты өзгерді? Индустрия, мен ойлаймын, жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Мысалы, Жақсы жағы, жақсы проекттер жасайды, жаңа ұлттық арналар, жаңа дәстүрлі әншілер болсын, солар туралы өзіміздің салт дәстүрімізді көрсететін, болмаса жақсы әдемі әншілерімізді, жақсы талғамы биік әншілерімізді көрсететін сондай жақсы проекттерді көрсетуі, ол плюс. Минусы, дәл сол концерттерде өңшең, тағы да айтсам, қайттан жексұрын болатын болдық. Бірақ та оны айтпасқа амал жоқ. Сол білімсіздер, дауысы жоқтар, ананың көмегімен, мынаның сонауымен кіріп кеткен арасында сол концерттерге қатысатындар бүкіл сол проекттің шарқын бұзады. Күшті нәрсені тыңдап келе жатасың да, күшті болып келеді. Арасында анандай бір айранды аштып жіберетін нәрселер болады. Тура сол сияқты әнші сымақ. Сахнада тұруға ешқандай хақысы жоқ әнші сымақтар. Кіріп кеткенде ішің ашиды. Сонымен қатар оның бәрі ютубқа шығады ғой. Оның бәрі тиктокқа, инстаграмға шығады. Сөйтіп, олар өздерін танымал болып жатырмын деп есептейді. Ал былайынша сапа төмен түседі, өкінішке қарай. Соны көрген жастар ойлайды, былай да болады екен. мен де өстіп ыңылдап айта бермеймін бе әнді. Ой, мен әнді алып, переделка жасап, бір студияға барады, дауысы анау тоналистқа түсіп жатыр ма, жоқ па, не важно. Ұрбайдап жасылады, ол тюнинговать етіп, дұрыстап әдемі қылып, сөйтіп әдемі табиғат аясында аузын деп не жақтан түсіре салады да, сөйтіп кете береді. Ондайлар міні миллиард. Енді масқара, өкінішке қарай. Ол тек қана Қазақстандағы дүние емес. Ол жалпы. Сол минусы, сол YouTube, TikTok, жаңағы Instagramның минусы сода. Ал Қазақстанға келетін болсақ, әрине
ұлттық арналарда сарапшылар отырса, кімнің ән айтып, кімнің ән айтпауын қадағаласа, мына көріп отқан ауылдағы кісілер жақсы дүние тыңдаса, ол ауылда да қаншама балалар өсіп келе жатыр, жасөспірімдер. Қаншама үлкен кісілер бар, тыңдағысы келеді. Ескі әуезді әндерді тыңдағысы келеді. Меніңше, білмеймін, ауылдағы кісілер көбісі, білесің бе, қазір не дейді? Ой, жын шайтан ғой дейді. Иә, сөйтеді, иә, өзіміздің де мамаларымыз солай айтады. Міне, енді ол өмірдің шындылығы. Ол әрине кішкене енді маған тікелей әсерін тигізбесе де бір шет тиіп өтеді. Енді біз өнердеміз ғой. Сол үшін мен өзімнің тарапымнан қолым жеткенше өзім студенттеріме, сөзім өтетін адамдарға барынша айтып жүремін. Талғамдарын өсіру үшін. Талғамдарын өсіріңдер, шықпай емес, шығыңдар. Бірақ соған сай болыңдар, Құдай үшін. Сахнаға шығудың да өзінің мәдениеттілігі болу керек қой. Тыңдай ма? Кейбіреулер тыңдайды, кейбіреулер тыңдаған сымақ болады. Жақсы. Қазір өкінішке қарай біреуге кеңес айтуды не ғой, біреу критиканы жақсы қабылдайды, біреу қабылдай алмайды. Қойшы, өзі сама знаю дейді. Өкінішке қарай қазір ондай буындар көбейіп келе жатыр. Осы республика сарайында қаншама концерттік бағдарламалар болды. Бас тартқан кезің болды ма? Атап айтсаң, неге бас тарттың? Несімен ұнамады? Жоқ, мен бұл концертке қатыса алмаймын. Мен атап айтпай қояйын. Жарайды. Айтпай қояйын. Бірақ болды. Себебі баяғы жартас, сол жартас. Дәл сол әншілер, солардың ортасында жүріп, солармен бірге сол деңгейдегі, то есть ол жақта мен ешқандай перспектива көріп тұрған жоқпын. Сенің абыройыңды асқақтататын, мен үшін сол деңгейде концертте шығу менің абыройымды өсіреді деп маған ол абырой болмай қойсын, перспектива емес мен үшін. Мен деңгейі жақсы, енді әрине телевидениенің талаптарына да кейбір кезде біз келсеміз, өйткені көптеген телевидениялар плюспен айтыңыздар дейді. Себебі сведение жасайды, телевидение мен ән екеуін. Сол кезде оларға қиыншылық туындайды, егерде біз минуспен айтатын болсақ. Білмеймін, неге содан проблема жасап қойды? Мен ойлаймын, біздің де саны бар сапасы жоқ әнші сымақтардың шығып жатқан сол себептен де деп. Егерде минуспен айта алатын тірі дауыстағы әншілер болса, жоға көп адам аяқ баспайтын еді ол сахнаға, мен ойлаймын. Сол себепті тірі дауысқа өту керек, халықты алдауды доғару керек деп ойлаймын. Әншісің ба? Дәлелде кәсібилігіңді, әншілігіңді. Дәлелде, көрсете біл. Сондай кеудеңді керіп айтасың. Мен әншімін, мен сондаймын, мен мәдениет саласының үздігімін, мен мәдениет қайраткерімін деп. Сен неңмен қайраткер болдың? Мәдениет қайраткер демекші, мәдениет қайраткер атағын алмапсың. Жалпы соған үміттенесің, алсам екен, неге менің еңбегім елемей жатыр деп. Жоқ, әлде оған сен ондай бір, қалай деп айтсам екен, особо дейді ғой, бір ондай бір мән бермейді екенмін деп есептейсің. Енді Лаура, әрине мен оған прям көздеп мен сол нәрсені ойламаймын. Бірақ дегенмен сенің еңбегің еленіп, сондай мемлекеттік деңгейдегі бір марапатқа ие болсам екен деген, әрине ол жақсы көрсеткіш қой. Оның үстіне мен Жүргенов атындағы өнер академиясында сабақ беремін, 15 жыл болды. Қаншама мен шәкірт тәрбиеледім, қаншауын халықаралық конкурстарға, гран-при, бірінші орын, екінші орын, қазір Қазақстан дауысы болсын, мықтылыққа кірген мен қаншама студенттерім бар.
енді оның бәрі менің де еңбегім ғой. Жүргеновке сонау алыстан славян базарынан осы 2019 жылы ғой деймін, 2018 ба 18 жылы бір студентім 2-ші орын алып келді. Ол енді Қазақстанның атын, Жүргеновтің атын шығармады емес, шығарды ғой. Иә, әрине. Жаңағы менің осы Батталиева Алмагүл деген қызым бар, осы Қазақстан дауысына қатысты. Соңғы неге финалистка болды. Мықты айтады, ол қыз менде міне биыл сонау Чайковский колледжде оқыды. Ол жақты бітіргеннен кейін маған Жүргеновке келіп түсті. Хотя мен айттым, мен негізі колледжде оқыған, мен де кезінде Чайковский колледжде оқыған кезде қайттан маған түссе екен деген ешқандай нем жоқ. Мен ол қызға айттым, басқа мұғалімге бар, басқасын тәсілін көр деп. Жоқ апай деп маған келіп түсті. Сонымен 4 жыл биыл алла бұйыртса міне бітеді осы мамыр айында. 4 жылда ешқашан қанша конкурсқа жібердім, қателеспесем бір 4 жылда бір 10 шақты конкурсқа. Біреуінен де жай ғана дипломант болып келген жоқ. Бәрінен де гран-при, 1-ші орын, 2-ші, бүкіл орын бәрін алып келді. Дипломант болып қайтып келген жоқ, құр қол қайтқан жоқ, жүлделі болып келді. Мен ойлаймын, мен сондай бір марапатқа ие шығармын деп. Енді әншілік жағымды параллельно алып жүру оңай дүние емес. Себебі қазір докторантурада оқып жатырмын, сабағым бар, студенттерім бар. Параллельно енді жылына 1-2 ән шығаруға тырысам. Бірақ көп концерттерге қатыса берем деп айта алмаймын. Мен көп концерттерге қатысым келмейді. Өзім бас тартамын, ұнамайды одан кейін. Мен бас тартпайтын концерттер ол тірі дауысты симфониялық оркестрмен. Есімде жоқ, 2022 жыл ғой деймін, Марат Бисенгалиев деген мықты виртуоз скрипач бар, әлемдік деңгейде ол кісі Англияда тұрады. Оны бүкіл музыканттар жақсы біледі. Жаңағы Тұран этнофольклорлық тобындағы Серік Нұрболдаев деген жігіт сол кісінің несіне мені шақырған. Mission to Mars деген Марсқа саяхат. То есть миссия на Марс деген сол проектке шақырып, осы Жамбыл атындағы филармонияда болды, кәдімгі симфониялық оркестрмен, хормен, керемет бір жоба болды. Міне мен сондай концерттерге қатысқым келеді. Плюспен айтып, халықты алдап, мен үйтіп керемет бұрынғыда көптеген әншілер сияқты үйтіп көп шығып жүрген жоқпын, әрине. Үйтіп ондай шаршайтындай. Бірақ та мен үйтіп шыққым келмейді. Түсіндім. Өмірлік бір сұрақ қойыншы, өзіңді өзің жоғалтпау деген мағынаны қалай түсінесің? Адам өз-өзін жоғалтпау керек деген. Мен ойлаймын, адам өзінің мақсатына, принциптарына берік болу керек. Табандылық таныту керек. Өзінің мақсаты айқын болу керек, четкий болу керек. Жүйелеп, қайтадан біз менеджментке келдік. Ол менеджменттің бір несі, ілімі. Жүйелеп, соны пошагово дейді ғой. Әр қадам сайын сол мақсатыңа жетудің жолын жүйелі түрде ақыл санамен түсініп жету керек. Сол кезде, сол мақсатыңа жеткен кезде сен өз-өзіңе берік болып, сенімділік туады адам баласына. Қанат бітеді арқасына. Ертеңгі күніне сеніммен қарайды. Өзіне деген сенім туады. Сосын ары қарай адам, мен ойлаймын, өз-өзіңді солай сен жоғалтпайсың. Ал егер оның бәріне сен немқұрайлы қарасаң, сен өз-өзіңді, не дейді орысша айтқанда,
предаешь, Мгм. мен ойлаймын. Мгм. То есть мақсат қоясың сен, Мгм. бірақ оған жүру жолын сен жүйелеп барғың келмейді. Мгм. Басыңды қатырғың келмейді. Аха. Оған неше түрлі жолдар ғой. Мгм. Былай барасың, былай барасың, былай Мгм. барасың. Оған табандылық керек, Мгм. қайсарлық керек, Мгм. шыдамдылық керек, Мгм. төзімділік керек, Иә. масқара еңбек Мгм. керек. Мгм. Енді өз тарапымнан Мгм. әншілік жолда айтатын Мгм. болсам. м, а, Сол кезде ғана сен жаңағы мақсатыңа жете аласың. Мгм. Ал жете алмасаң, демек сен не хочешь, и все, Мгм. болды. Мгм. Значит, ты сдаешься. Мгм. И сен өзіңді жоғалтасың. Сол Мгм. моментте қалай Мгм. сен өзің сөздеріңді, Мгм. өзің сөздеріңе берік болмай, Мгм. ол ертеңгі күні не болады ғой Мгм. адамға? Жаман әдет болып Мгм. қалыптасады. Мгм. Мақсат қоя ала білу бөлек, оған жету бір бөлек. Мгм. Иә. Мгм. Вот соған жетіп Мгм. қолың жеткізген кезде, міне деген кезде Мгм. адамда іште енді Мгм. қанағат күшті Иә. нәрсе болады ғой мында Мгм. іште. Вау, Мгм. мәссаған, Мгм. мен жеттім ба расында? Мгм. Вау, міне керемет деп Мгм. анағанда күшті әсерде болады ғой адам. Вот сол Өз-өзін мақта. әрине, вот сол кезде өз-өзіңді мақта. Сен сол Мгм. кезде ғана сен өзіңді Мгм. сондай мақсаттарыңа жете алған кезде сен Мгм. өз-өзіңді алдамайсың. Мгм. Сен өз-өзіңе берік боласың. Мгм. И ары қарай да солай өмірің сенің дұрыс әдеттермен қалыптасып, Мгм. жақсы өмірге бет бұрасың. Мгм. Жаңағы табандылықты, еңбекті, қайсарлықты Мгм. алдыға қоя отырып. Мгм. Балаңа Енді үлгі боласың. әрине, Жан-жағыңа үлгі боласың. өмірдің өзі күрес қой, Мгм. рас. Мгм. Өнерде де дәл солай. Аха. Өнер, өмір бәрі күреспен, Аха. бәрі бір еңбекпен келетін Аха. дүние. Ол Жақсы. біреуге әрине ақшамен Тез жетсе, жетеді, біреуі біреуі еңбекпен. масқара еңбекпен жетеді. Әр адамда өмірінде болсын, жұмысында болсын, эмоционалды күйзеліс болады. Орысша айтқанда эмоциональное выгорание. Сондай кезде мотивация дейміз ба қазіргі тілмен, психологиялық тілмен дейікші. Шабытты қайдан аласың, не істейсің сол эмоционалды күйзеліспен, қалай күресесің? Мен Бола ма жалпы? Болады ғой енді. болады әрине. Өзімді жағдай төмен адамдармен салыстырамын. Сол кезде кішкене тәубе келеді. Сосын шүкіршілік, тәуба дейсің да, қой, Мика, доғара ғой, айналайын. Осы жерден сол депрессия, стресс деген нәрсеңді қоя ғой дейсің да, сонымен ары қарай жұмысыңды істейсің. Кітап оқимын. Қандай кітап оқисың? Сол мотивациялық кітаптар. Болмаса қазір Санжар Керімбай деген кісінің жарнамалап жүр ғой қазір, қуыс кеуде, мәдени майдан деген. Сол міне жақында ғана сатып алдым, әрең дегенде. Керемет екен атауы. Иә, сол кітаптарды қазір қолға алып, қуыс кеудені міне осы 1-2 күн болды оқып бастағаныма. Сөйтіп өзімді дамытам. Қамшылаймын, әрине. Мен ойлаймын, адам өз-өзіне ғана көмектесе алады. Енді болады ғой, жұбатады біреу сырттан, жақсы сөздер айтады. Демеу болады, бірақ ол қашанғы саған демеу болып жұбатады, иә? Иә, ол не дейді? Принцип жалости дейді ма? Иә. Жертва дейді, да. Мен ондай болудан аулақпын. Енді болғым келеді анда-санда, бірақ та ол жаман нәрсе. Психологиялық тұрғыда. Жоқ, көмек кейде адамның бір миы жетпей жатқанда, ой өрісі бір кейде қорытылмай қалады ғой. Білмей қаласың. Сол кезде көмек сұрауға, ақылдасуға, бір құрбыларыңмен шәй ішіп, бір пікір бөлісіп, бірақ ары қарай сол жерден алатынды алып, қалдырып, ары қарай уже адам оны дамыту керек, иә, ары қарай. Мен көбінесе жолдасыммен ақылдасамын. Жолдасымен. Мен дос қыздар. Ондай емес, иә? Ондай мен үйтіп шәй ішіп, қалай ойлайсың, мен үйтіп ешқашан етпеймін. Мен өзімнің
жаңағы қалай айтсам керек дүниемді мен там дос қыздарыммен дос балаларыммен ақылдаспаймын. тек қана жолдасыммен болмаса осыған- өзім шешем болды. Мен просто өзім сондай не дейді Соны решительная, ұстанасың. да, Шешім решительная. қабылдайсың. Да, нет, мен Мгм. сондай. Мен Жақсы. сондай адам. Керемет қасиет. Жолдасың деп қалдың. Жалпы сен үшін қысқа әрі нұсқа осы отбасы құндылық туралы айтып кетсең. Отбасы құндылық ол Не сен үшін отбасы құндылық? ол адам бір-бірін ана әңгімелескен кезде әңгімелеріңді қабылдай ала білгенде, жаңағы жылы сөз айта білгенде, взаимоотношения дейді ғой, взаимопонимание. Вот сол деп ойлаймын. Жылулық, мейірімділік, кішіпейілділік бір-біріңе деген, түсінісу, терең түсінісу. Бір проблема шығып қалса, соны дәл сол сәтте шеше ала білу. Ересек адамдар сияқты, ана кішкентай балалар сияқты. Мен саған сөйткен деп бүйткен деп оған обида ұстап ренжіп жүргенде біз ондай емеспіз. Сол жерде ашық сол сөйлесіп, моментте дәл сол сәтте болмаса сол күні кешке екеуміз талқылаймыз. Не үшін бұл ситуация туындады? Не үшін маған ол нәрсе ұнамады? Не үшін сен маған олай сөйледің деген сияқты біз шешеміз, келісеміз. Сөйтіп бір-бірімізді түсінісу арқылы енді екеуміз де көзіміз ашық, көкірегіміз ояу адамдармыз. Ол профессор, мен докторантурада оқимын. Сол сөйлесу арқылы бір шешімге келеміз, түсіністікке келеміз. Содан бізде бір идиллия дейді ғой, тандем дейді ғой, бір сенім туылады өзіңнің жолдасыңа деген. И бір-бірімізге сенеміз. Сенім туған жерде, ол жерде жылулық та бар, махаббат та бар, түсіністік те бар, барлығы бар. Яғни отбасы құндылықты осылай сақтайсыңдар. Әрине. Ешқашан біз дауыс көтеріп, бір-бірлерін тыңдамай, ондай нәрсе жоқ. Жақсы. Ондай нәрсе жоқ. Одан кейін де жалпы адамға дауыс көтеріп, айғайлап, мен өз басым ешқашан сөйлеген адам емес. Мені білетін адамдар куәгер. Иә, Мика, біз екеуміз енді талай жылдан бері, қазір енді Ақсарай театрында бұрын жұмыс істеп, бір-бірімізді күнде көріп, ол кезде енді былай жақын әйтеуір араласпайтынбыз, сәлем қалайсыңдар деп бір спектакльге байланысты. Одан кейін көрген жерде әйтеуір сәлеміміз түзу болады. Өзіңнің қандай адам екеніңді білемін, сыйлаймын, құрметтеймін. Өзіндік ойың бар, пікірің бар, ойыңды ашық айтасың, айтатын жерде айтасың. Үндемейтін жерде әйтеуір бір сәті келгенде айтарсың, болмаса қоя саласың. Өз орнымен барлығын жасайтын дара тұлғасың. Мен үшін дара тұлға бұл бағдарламаның аты. Өте соған сай адамсың, Мика. Енді жаңа бір сөзіңде айтып қалдың, соңғы бір өтінішім, сұрақтар болды, жаңа эстрада саласына, өнерге байланысты өмірлік сұрақтар болды. Тірі дауыспен ғана айтқанды жақсы көремін деп. Енді бір өзінің жанына жақын бір әнді айтып берсең. Енді халық әндерін айтсам ба деп. Менің қазіргі докторлық диссертациямның тақырыбы, темасы дейді ғой, осы ұлттық ән айту, дәстүрлі ән айту, жалпы қазақтың халық әндерінің ән айту өзінің иірімдері бар, стилистикасы бар. Соны эстрадалық бағытта сақтап қалу. Демек, біздің өзіміздің қазағымыздың құндылықтарын сақтау осы тақырыпты алып, ары қарай осыны жазып жатырмыз. Осы орайда халық әні Гаухар тас әнін айтып жіберейін. Қазір. Асықпай. Ажарың ашық екен, атқан таңдай, нұрлы екен екеу көзің, жаққан шамдай. Анаңнан сізді тапқан айналайын, күлім көз оймағауыз
жазық маңдай беу-беу гауһар тас құсни құрдас раушан жүзіңді ау көргенде ай сәулем ай ай сабырым қалмас сәулем ай сабырым қалмас. Мика, үлкен рахмет. Енді осы докторантура дедің ғой, Иә. қорғап, абыроймен, Құдай өзіңе жар болып сол сәтте. Амин. Арман өнердің биік белестеріне жетіп, армандарың орындалсын, Мика. Амин. Адамның арманы ешқашан таусылмайды ғой, анан Иә. жасасам, мынаны жасасам. Құдай саған күш қуат берсін, деніңе саулық берсін, Ой, рахмет. отбасыңа амандық. Және де Мика, өзіңе үлкен рахмет, осындай алтындай уақытыңды бөліп, менің сөзімді жерге тастамай, осындай дара тұлға бағдарламасына келіп, біздің бар сұрақтарға барынша шынайы жауап бергеніне үлкен рахмет. Өте көңілім толып отыр. Енді адамнан арман таусыла ма? Өнердің биігіне жете бер. Амин. Армандарың орындалсын, мақсаттарың орындалсын. Осы Гауһар тас әніменен қазір мен докторантура қорғап жатырмын деп, Құдай саған өте сондай сол сәтте күш беріп, тапқырлық беріп, сондай ойдағыдай биік деңгейде өтіп кетуіңе тілектеспін, Рахмет. қорғап шығуыңа тілектеспін. Құдай саған денсаулық берсін, отбасыңа амандық. Және де осы Назар медиа орталығының атынан мерси дейді ғой французша айтқанда. Рахмет. Рахмет саған үлкен. Шәй ішіп, біз енді қазақтар жақсы көреміз ғой, шәй мен тәтті жеп, Рахмет. кәдімгідей жолдасың екеулерін күрең қоюлап шәй ішіп, осы тәттімен бүгінгі күндеріңді керемет өткізулеріңе тілектеспін. Көп рахмет. Дара тұлға бағдарламасы өсе берсін, өркендей берсін, өзінің тыңдармандарын тауып, подкасттарыңыз өте жоғары деңгейдегі Қазақстандағы керемет подкаст жоба болуына тілектеспін. Өзекті мәселелерді талқылайтын, талқылай алатын, өзінің ойын ашық жеткізе алатын мықты кісілер келіп сұхбат беріп, жақсы дүние көрсете беріңіздер. Тілекшімін. Көп рахмет. Рахмет. Құрметті көрермендер, эфирде Дара тұлға бағдарламасы, қонағымыз Меруерт Мүсірәлі. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Все, ой, Мика, рахмет. Пожалуйста.